Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті білім алушылар. Бүгінгі кәсіби модуль номер 7 жердің бетін геодезиялық өлшеу, жергілікті жердегі тахеометриялық және нивелирлік жұмыстар жүргізу бойынша геодезия сабағынан ашық сабағымызға қош келдіңіздер. Бірінші амандасып алайық, бір-бірімізге кәнеке қараймыз. Европалықтар қолдарын қысып амандасады екен. Екінші, жапондықтар иілейді, бір-бірімізге иіліп амандасайық. Ал енді өзіміздің қазақтар ұқсап, қолымызды ұстап, құшақтасып, амандығымызды білейік. Енді сіздер болашақ жер қойнастыру мамандары ретінде, немесе геодезистер мамандары ретінде, білім алушылармен, немесе болашақтағы әріптестеріңізбен геодезиялық түсіру жасау кезінде үлкен полигондарда қалай амандасар едіңіздер, соны көрсетіп жүрсеңіздер. Ал енді осымен амандасуымыз аяқталды, сабағымызды бастай отыра қойыңыздар. Жалпы бүгінгі сабағымның тақырыбы теодолиттік және нивелирлік түсіріс нәтижесінде алынған мәліметтерді кредодат бағдарламасында камералды өңдеу арқылы жүріс ведомостарын дайындау. Сабақ өткізу тобы 3-ші жер қойнастыру тоғыза тобы, пән оқытушысы Садвакасова Сәуле Ануарбековна. Сабақтың мақсаты теодолиттік нивелирлік түсіріс нәтижесінде алынған мәліметтерді бағдарламада камералды өңдеуді меңгерту, деректерді қолмен енгізу кезеңдерін білу, өрескел қателерді іздеу дағдыларын игеру және жүріс ведомостарын дайындау. Оқытудың нәтижесі теодолиттік және нивелирлік түсіріс нәтижесінде алынған мәліметтерді бағдарламада өңдеу, камералды өңдеу барысында жалпы жүріс ведомостарын дайындап шығару. Келесі, біздің өзіміздің мамандығымыз бойынша бригада деп атайды. Жалпы 2 бригадаға бөлінген болатынбыз, немесе 2 топ. Бірінші топта Айдын, Бегілан, Жарқынай, Нұрмұхамбет, Елдар, Ерасыл. Екінші бригада Марсель, Бахаргүл, Аида, Таңшолпан, Айдана және Айбек бар. Келесі, үй тапсырмасын тексеру. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымызға сәйкес сіздерге үй тапсырмасын орындауға теодолиттік түсіріс немесе нивелирлік түсіріс нәтижелерін далалық кезеңде жүргізу жұмыстарын белгілеген болатынмын. Яғни бірінші бригадаға теодолиттік түсіріс жүргізу, екінші бригадаға нивелирлік түсіріс жүргізу. Ал енді бірінші бригададан кім шығып, өзінің үй жұмысын атап өтеді. Шыға қойыңыздар, Бегуан. Теодолитпен жергілікті жерде нүктелердің горизонталь бұрыштарын өлшеу. Ең алдымен қауіпсіздік ережесімен танысып, теодолиттің жұмыс жағдайында екенін тексереміз. Одан кейін теодолитті штативке орнықтырып, нүктенің үстіне орналастырамыз. Аспапта жұмыс қалпына келтіреміз. Яғни ол центрлау, горизонталдау, нүктеге бағдарлау жұмыстарын орындаймыз. Станциядағы жұмыс реті. Барлық 6 нүктеден тұратын полигонның нүктелердің үстіне кезекпен теодолит орнатылады. Дөңестің сол жағында сағат тілі мен артқы және алдыңғы нүктелердің горизонталь бұрыштан кезекпен есеп алынады. Дөңестің оң жағында сағат тілі мен артқы және алдыңғы нүктелерінің горизонталь бұрыштан кезекпен есеп алынады. Алынған есептер дала журналына жазылады. 2 жартылай бұрыш өлшеу тәсілі толық бұрышты құрайды. Бірінші және екінші жартылай бұрыштардың өз өлшеу нәтижелерінің айырмашылығы теодолиттің есептеу құрылғысының 2 есе дәлдігінен асып кетпеу керек. Түсіріс нәтижесінде 6 нүктелі полигонның горизонталь бұрыш мәндері мен ұзындықтарын алып өңдеуге дайындаймыз. Рахмет. Бірінші бригада отыра қойыңыздар. Екінші бригада кім шығады? Марсель, Бахаргүл. Яғни сіздерге берілген тапсырма геометриялық нивелирлеумен жұмыс жүргізу. Геометриялық нивелирлеумен 4-ші класста нивелир жұмыстарын жүргізу. Бірінші, жұмысты бастамас бұрын нивелирді жұмыс қалпына келтіріп аламыз. Екінші, нивелирді штативке орнықтырып, өлшенетін 2 нүктенің ортасына орнатамыз. Үшінші, нивелирді жұмыс қалпына келтіру, горизонттау нүктеге бағдарлау. Төртінші, станциядағы жұмыс реті келесідей. Артқы рейканың қара жағынан көзі дүрбісін дәлдеп, жоғары және ортаңғы жіпторынан есеп аламыз. Алдыңғы рейканың қара жағынан көзеп, жоғарғы және ортаңғы жүп торларынан есеп аламыз. Рейканың қызыл жағынан ортаңғы жүп торларынан есеп аламыз.
Артқы реканың қызыл жағынан ортаңғы жіп торларынан есеп аламыз. Сондай-ақ жалпы алынған есептерді арнайы бланкке жазылып, камералдық есептеулер жүргізіледі. Төртінші классы нивелирлеуде аспапта рейкаға дейінгі иықтық қашықтығы 5 метрден аспауы тиіс. Түсіріс нәтижесінде полигонның өзара биіктік мәндерін алып, өңдеуге дайындаймыз. Сіздердің өңдеулеріңізге материалдарыңыз дайын деген сөз, иә? Жақсы, отыра қойыңыздар. Келесі аш сабағымыздың кезеңіне байланысты үй тапсырмасын орындап болдық, көрдім, көзім жетті. Енді сабағымыздың негізгі кезеңіне кірісейік. Жалпы сабақтың ортасына кірісейік. Суреттер туралы 3 сұрақ, сіздерге падет тақтасына 3 сұрақ берілген. Тыңдап, жауап берсеңіздер. Бірінші сұрақ, қайда? Бұл суреттегі атауларды сіз бір жақта қайда және қандай мағынада кездестіріп едіңіз? Кім жауап береді? Айбек, жауап бере қойыңыз. Мамандығымызға байланысты өндірісте қолданылатын құрылғылар мен аспаптарды көріп тұрмын, және де автоматтандырылған кредит бағдарламасы мен оның нәтижесі кескінделуде. Дұрыс, жауабыңыз. Келесі екінші сұраққа кезек берейік. Қай? Өз тәжірибеңізбен осы суреттегі атауларды қолданудың мысалдарын келтіре аласыз ба? Кім жауап береді? Ерасыл, сұрақ қойыңыз. Оқу барысында 1/5, 1/5 маршруттағы пландарда жердің контурлық планын анықтау үшін және оның биіктік нүктелері мен салыстырмалы биіктіктерін анықтағанда осы суреттерде аспаптарды қолданған болатынбыз. Және осыдан басқа екі суреттегі аспаптарды болашақта өзіміздің тәжірибемізде қолданатынымыз анық. Жауабыңызбен келісем, отыра қойыңыз. Келесі үшінші сұрағымызға кезек берейік. Үшінші сұрақ, қандай? Осы сабақта бұл суреттегі атаулар қандай қолданыста болады деп ойлайсыз? Және суреттер бойынша жаңа сабақтың тақырыбын қалыптастырыңыз. Кім жауап береді? Аида. Жалпы кескінделген суреттерге байланысты бүгінгі біздің өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы теодолиттік және нивелирлік түсіріс нәтижелерін пайдаланып, кредодат бағдарламасында өңдеу арқылы ведомостарын алу деген ой қалыптасты. Дұрыс, жауабыңызбен келісеміз. Яғни біздің бүгінгі тапсырмамыз түсіріс нәтижелерін кредодат бағдарламасын өңдеу арқылы түсірістің ведомостарын алу. Енді білім алушылар жаңа тақырыбымызға байланысты тапсырмаңызға көшейік. Бірінші тапсырма. Зерттеудің 6 қадамы. Жұптық жұмыс жасаймыз. Кәнекей, кредодат бағдарламасы орнатылған компьютердің жанына 2 баладан бөлініп, топқа бөлініп отырайық. Сіздердің алдарыңызға нұсқаулық картасы берілген, яғни кредодат бағдарламасымен қалай жұмыс істеу керектігі сол нұсқаулыққа сәйкес, және өздеріңіздің далалық жұмыс дәптерлеріңіз берілген, өздеріңіздің мәліметтеріңізді пайдалана отырып жұмыс атқарасыздар. Жалпы 6 кезеңді көріп тұрсыздар. Бірінші тапсырманы анықтайсыздар. Екінші ақпараттық орналасқан орны қайдан аласыздар, яғни үшінші тиісті ресурстарды таңдау, яғни қайдан таңдайсыздар. Төртінші ақпаратты ұйымдастыру және қалай ұйымдастырасыздар. Бесінші идеяларды ұсынасыздар және қалай ұсынасыздар. Төртінші сіздің соңғы нәтижеңіз. Сіздердің негізгі мақсаттарыңыз зерттеудің 6 қадамына сәйкес, зерттеудің соңғы 6-шы қадамында түсіріс нәтижесін алып, сіздер падет тақтасында көрсетілген сілтемеге өздеріңіздің жұмыстарын нәтижесін жіберетін боласыздар. Және сол нәтижеге байланысты біз бағалау жүргіземіз. Іске сәт және қай топ бізге осыны іс жүзінде көрсетіп беретін болады. Ал Кәнекей, бірінші топ, жұмыстарыңызға сәттілік. Зерттеудің 6 қадамы әдісіне сәйкес жаңа сабақтың тапсырмасын орындайды. Бірінші кезең, аш сабақтың мақсатына сәйкес теодолитіне жүріс бойынша деректерді енгізу және деректерді өңдеу өресел қатені талдайды. Және екінші кезең ақпаратты қайдан аламын. Дербес компьютерде орнатылған кредодат инженерлік геодезиялық жұмыстарды камералдық өңдеу жүйесін бағдарламасынан. Ақпаратты кредодат инженерлік геодезиялық жұмыстарды камералдық өңдеу жүйесі анықтамалық кітапшасынан. Және де теодолиттік түсіріс нәтижесінде алынған мәліметтерді кредодат бағдарламасында камералды өңдеу жүріс ведомостарын дайындау нұсқаулығынан. Үшінші қадам
Үшінші адам Кредодат бағдарламасының бүгінгі жұмысына мынандай тетіктерді басуын есте сақтауым керек. Бірінші, файл создай және проект командасын басам. Және де жаңа жобаның ашылмаған терезесінде установка таблица пәрменін басам. Таблица пәрменін енгіземін. Мына жерде представление углды таңдаймын. Және де установка кезінде точки теорияны таңдап біткен соң порядок колонок таблица тізімінен опцияны қосамын. Және де тағы да установка пәрменін басып, таблица пәрменін басып, таблицаны таңдаймын. Дирекционный угол. Дәлдігін өзгертесіз. Дәлдігін өзгертемін. Окей тетігін басып. Және де установка пәрменін басып, настройка пәрменіне өтемін. Бұл жерде точностьті 0,1-ге шартты түрде қоямын. Және де представление данных тобында данные свойства проектіға кіремін. Және де инструмент таңдап, свойства проекті тізімінде инструмент қойындысын таңдаймын. Яғни атын өзгертіп жатсыз, Атын өзгертіп. 3-та 5-пі өзгертесіз. 3-та 5. Басыңыз, келесі. Және де формуласын өзгертемін. Өзгертесіз. Применить. Окей, тетігін басам. Және де осымен қатар теодолит түсіріс нәтижесіне деректерді енгізу кезінде пункт пугоға өтемін. Осы жерде емиясын енгіземін. Және координаттарын шартты түрде аламын. Қандай координат бересіз? 1000. Шартты түрде 1000. Және де координаттарын рабочийден исходныйға ауыстырамын. Және биіктігін шартты түрде 10.000-ға өзгертемін. Және де келесі жұмыс барысында дирекционный уголға өтемін. Қойындысын іске қосып, пункт 1-ге ауыстырамын. Және толтырамын. Дирекционный углыңыз қаншаға тең сіздің? 137-те 15 градусқа. Енгізіңіз. Класын таңдаймын. Таңдаңыз. Содан кейін төртінші қадам біздің теодолит ходы қойындыға өтіп, және точки теодолитного хода кестесіне теодолиттік түсірістің далалық журналындағы нүктенің номерлерін, горизонталь бұрыш пен ара қашықтығын таңдап аламыз. Оның ара қашықтық мәндерін енгізіп аламыз. Бірақ алдын ала вертикальный угол және превышение колонкаларының көрінуін өшіріп алу керек. Ол үшін тінтуірдің оң жағын басып, спрятать колонку тетігін басып, окей тетігін басамыз. Жөндеп алыңыз, екінші. Расстояние. То есть қайсысын басасыз енді? Вертикальный. Спрятать колонку деп өшіріп тастаймыз. Окей тетігін басыңыз, келесі. Содан кейін біздің жаңағы бұрыш ара қашықтық мәндерімен бұрыштың расстояниясын, угол пунктін бәрін жазып шығамыз. Ол біздің дәптерімізде белгіленген, бекітілген. Жазыңыздар. Біріншісі, екіншісі, 101-де 101 градус 52 минут. Ара қашықтығы 42-де 89. 84 градус 53 минут. Ара қашықтығы 48-де 03. Төртіншісі 169 градус 39 минут. Оның ара қашықтығы 29-да 57. Бесіншісі 194 градус 16 минут. Ара қашықтығы 68-де 07. Алтыншысы 82 градус 02 минут. Ара қашықтығы 56-да 57.
кейін қайттан 1 деп жазамыз. 87 градус 20 минут. 137-те 10 арақашықтық. Және 2 деп жазып қоямыз. Әрі қарай теодолиттік түсіріс деректерін өңдеп және бұрыштық қатені іздейсіз. Ол үшін әрекеттер тізбегі келесідей. Пернелерді басыңыз, немесе расчеты, преобработка, расчет командасын басамыз. Расчет табасыңыз. Расчет, преобработка, расчет командасын басу арқылы біз өзіміздің проектімізді сохранить етіп аламыз. Проекттің атын өзгертеміз. Проекттің атын проект 2 деп қоямыз. Немесе атыңыз жасаңыз. Немесе өзіміздің атымызды да жазсақ болады. Ары қарай Winded папкасын таңдап және жобаға сақтайтын проект атын белгілеп өзгерткеннен кейін алдын ала өңдеу процесінде бағдарлама өрескел қателіктердің болуын әдеттегі бақылауды орындайды. Ондағы өңдеу хаттамасын қараңыз. Бағдарлама өрескел бұрыштық қатенің болуын ұсынады. Нұрмұхамбет. Жұмыс барысында менің байқағаным түсіріс мәнін енгізгенде бірлік мәндері әртүрлі болады. Яғни теодолиттік түсірісте градус, минут, секундпен салынса, нивелирлік түсірісте метрмен салынады. Және екіншісі теодолиттік түсірісті өңдеуде вид және показать все командасын басып, немесе тетігін басу арқылы жобаның графикалық терезесінде бүкіл нысан шығады. Ал нивелирлік түсірісте нысан, яғни түсіріс сызбасы көрсетілмейді. Үшінші айырмашылығы. Нивелирлік түсірісті өңдеу, теодолиттік түсірісті өңдеуге қарағанда әлде қайда оңайырақ келеді. Келіссіздер білім алушылар, барлықтарыңызда сондай жағдай болды ма? Болды. Яғни, осындай ерекшеліктер бар екен. Енді ұқсастықтарын атап өтеді кім? Атыңыз, Елдар? Мен кредодат бағдарламасында жұмыс істеп отырып, теодолиттік түсіріс пен нивелирлік түсірістің бірнеше ұқсастығын байқадым. Біріншісі, екі түсірістің мәндерін өңдеу бір бағдарламада жүргізіледі. Екіншісі, теодолиттік түсіріс пен нивелирлік түсіріс нәтижелерін кредодат бағдарламасында енгізу мен өңдеуде деректер қолмен пернетақтадан енгізіледі. Және өрескел қателерді іздеу дағдылары ұқсас келеді. Үшіншісі, теодолиттік түсіріс пен нивелирлік түсіріс нәтижелерін кредодат бағдарламасында өңдеу барысында жүріс ведомствоның шаблондары ұқсас келеді. Шаблондары ұқсас келеді. Яғни оның интерфейсі бір деген сөз, е? Келісесіздер ме білім алушылар? Келісесіздер. Барлықтарыңызда осындай ұқсастықтар мен айырмашылық болды деп ойлаймын. Келесі біздің енді үшінші тапсырмамыз. Құрметті білім алушылар, сіздер жаңа ғана автоматтандырылған бағдарламада есептеу жүргізген болатынсыздар. Енді осыны өздеріңіздің миға шабуыл жасау ретінде өздеріңіз қолдарыңызда көрсетілген теодолиттік түсірістің ведомствоның қолдарыңызға алып, астына шимай қағазына есептеп, ведомствоға сәйкес жұмыс істесеңіздер. Сіздерде барлығы берілген, нұсқаулық карта жанында берілген, қағаздарыңыз берілген. Бұл жерде сіздерде 12 баладан есеп келу керек. Тағы да падет тақтасының сілтемесі жіберді. 12 бала аты жөніңізді жазып, артына төменгі жағына сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызды жүргізіңіздер. Сіздерге 3 минут уақыт беріледі. Іске сәт. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрап өтсеңіздер болады. Ал онда, егер дайын болса, құрметті білім алушылар, кім өздерінің есебін түсіндіріп ауызша атап өтетін болады? Бақаргүл айтасыз ба? Ал қане, Бақаргүл сөз кезегін берейік. Бұл жерде бізге тұйықталған теодолитті жүрістердің координаталарын есептеу жайындағы
Қолыңызға алыңыз қағазыңызды. берді. Және бұл жерде мен тұйықталған теодолитті жүрістердің нүктелерін, координаталарын есептеп шығару жолдарын келесі реттілікпен жасаймын. Бірінші, өлшенген, біз дала жұмыстарында өлшенген горизонталь бұрыштарды алып, оны практика жүзінде менде 540, бәрін қосқанда 540 02 минут шығып тұр. Ал бізде теория жайында бізде түзетілген 540 00 минут шығуы керек болатын. Мұнда мен деген әр 540 00 минут шығарып алу үшін, мен бұл жерде әр іс жүзіндегі бұрыштық қиылыспаушылығы болу ықтимал болу үшін 2 минутты, яғни 2 минутты 30 секундтан 4 нүктеде бөліп шықтым. Сонда менде шыққаны бәрін қосқандағы 540 00 минут шығып тұр. Мен оны сондағы есептеу нәтижесінде түзетілген нүктелердің мәні шықты. Егер кезекті бірінші және екінші нүктелердің арасындағы берілген дирекциондық бұрыштың мәнін пайдалана отырып, полигонның басқа бұрыштарын анықтаймын. Оны мен сол шыққан түзетілген мәнді дирекциондық бұрышқа 180 градусты қосып отырып, түзетілген мәннен азайтып отырамын. Сонда бұл тұйықталған полигон болғандықтан бірінші және екінші түзетілген арасындағы дирекциондық бұрыштың мәні қайта айланып келуі тиіс болатын. Сондағы менде айланып келген мән 19 градус 22 минут шықты. Дұрыс, есебіңізге. Барлықтарыңызға солай шықты ма, балалар? Енді есептеріңізді кері байланысқа жасап, падет тақтасына жіберіңіздер, есептеріңізді қарап атап өтейік. Кері байланысқа бар жұмысты сала беріңіздер, қалған жұмысты сіздерге үй тапсырмасы ретінде беремін. Ал енді, құрметті білім алушылар, біздің соңғы жұмысымызға кірісейік. Ол үшін бағалау қоржыны. Сіздердің алдарыңызға бағалау қоржыны қойылды. Сіздер жұмыс сабақ барысында қалай жауап бердіңіздер, мен сіздерге бағалау қойып отырдым балмен. Енді рефлексивті мақсат түрінде білім пирамидасы туралы сіздерге бланк берілген алдарыңызға. Өздеріңіз осы сабақтан бастапқы сіз үйренген 4 нәрсе, бұған дейін білген 3 нәрсе, сіз көбірек білгіңіз келетін 2 нәрсе, есте сақтау керек 1 нәрсе. Осы бойынша кім жауап береді? Кімнің жауабы бар және өз балыңызды атап өтсеңіз. Кім жауап береді бірінші? Сіз елдар жауап бере қойыңыз, бастаңыз. Үйренген 4 нәрсе. Біріншісі кредат бағдарламасымен жұмыс істеу және теодолиттік түсіріс пен нивелирлік түсіріс жайлы біраз ақпараттар білдім. Және мен бұған дейін білген 3 нәрсем теодолиттік түсіріс пен нивелирлік түсіріспен жұмыс істеу. Және мен көбірек білгім келетін нәрсе ол автокадпен жұмыс істеу. Есте сақтау керек маңызды бір нәрсе ол кредокадпен жұмыс істеу. Балыңызды атап өтсеңіз, қоржыныңыздағы өзіңіздің. Қанша балл жинадыңыз? Ол жерде 90 балл. 90 балл. Яғни елдар жұмыс барысында 90 балл жинаған екен. Сіз бағаңызбен келсем, себебі сіз сабаққа өте жақсы белсенді араластыңыз, жаңа бағдарламамен жұмысты белсенді атқардыңыз. Келесі, кім жауап береді рефлексивті мақсат бойынша? Айдын, сізге сөз кезегі. Балыңызда қолыңызға алсаңыз өтініш. Бұл жерде мен көбірек білгім келетін 2 нәрсе автокад бағдарламасымен және де геодезиялық бағдарламаларды білгім келеді. Және де мына жерде сізге білген 3 нәрсем, бұл жерде білген 3 нәрсем геодезиялық жалпы мәліметтерді және де өлшейтін құралдарды білдім. Және үйренген 4 нәрсем бұл жерде геодезиялық картографиялық құралдарды білгім келеді және де картографиялық құралдарды ары қарай да дамытып үйренгім келеді. Ал маңызды білгіңіз келген бір нәрсені атап өтіңізші, Айдын. Кредат бағдарламасы мен автокад бағдарламасын. Яғни одан да қиынырақ автокад бағдарламаларын үйренгілеріңіз келеді. Есіңізде сақтаймыз, болашақта автокадпен жұмыс істейміз. Сіздер енді бағаңызды қанша балл жинадыңыз атап өтсеңіз? 90 балл. 90 балл. Енді әрқайсыларыңыз бағаларыңызды падет тақтасында кері байланысқа салсаңыздар, экранға жіберсеңіз, соңғы сілтеме жіберілген болатын телефондарыңызға. Сол жерде қанша балл жинадыңыздар падет тақтасына көрсетіп жүріңіз, отырыңыз Айдын.
Падет тақтасы бағалау қоржынына. Бағалау қоржынын істеп жүрсеңіздер, кім қанша балл жинады, сол бойынша бағалау жүргізейік. Оғанға дейін қайсы білім алушы өздерінің жұмысын жүргізеді. Ал айта қойыңыз Айда, сізге сөз кезегі. Сіз үйренген 4 нәрсе, ол теодолиттік түсіріс және нивелирлік түсіріс нәтижелерін пайдаланып, кредодат бағдарламасында өңдеу арқылы ведомостарын алуды үйрендік. Нивелер туралы білдім, кредодат және теодолит туралы білдім бұған дейін. Сіз көбірек білгіңіз келетін екі нәрсе, мен тағы да автокад жайында көп білгім келеді және кредодат бағдарламасы туралы толықтай білгім келеді. Ең маңызды деген бір нәрсе ол кредодат бағдарламасы деп ойлаймын, себебі осы теодолит нивелердің бәрі кредодат бағдарламасы арқылы жүзеге асырылады. Өңделеді. Балыңызды атап өтсеңіз, Таңшолпан қанша? Менің балым 90. 90. Барлықтарыңызға 90 балл жинапсыздар, белсенді араласып отырсыздар. 4 баланың несі шықты тақырыпқа. Барлықтарыңызды күтіп отырмыз, балалар, білім алушылар, тез-тез балдарыңызды жіберіңіздер, отыра қойыңыз. Келесі, қандай білім алушылар рефлексивті мақсат жүргізеді? Біздің әлі 3 минут уақытымыз бар. Тұра қойыңыз. Мен бүгінгі сабақта кредодат бағдарламасын үйрендім және автокад кредодат бағдарламасын үйрендім, теодолитті өңдеп және енгізуді үйрендім, нивелерді өңдеп және енгізуді үйрендім. Және де сіз бұған дейін білген 3 нәрсе. Мен бұған дейін теодолитпен жұмыс жүргізуді үйрендім, білдім, нивелермен жұмыс жүргізуді білдім. Сіз көбірек білгіңіз келетін 2 нәрсе. Мен аргиз бағдарламасы және кредодат бағдарламасы жайлы көбірек білгім келеді. Есте сақтау керек маңызды бір зат. Менің ойымша, есте сақтау ең алдымен ережелерді білу керек және дұрыс орындау керек. Есте сақтайтын ең маңызды мәселеңіз. Балыңыз қанша сіздің? Менің балым 95. 95. Ең көп жинаған Нұрмұхамбет, сабаққа өте белсенді араластыңыз, яғни рахмет, отыра қойыңыз. Құрметті білім алушылар, сіздерге үй тапсырмасы беріледі. Сіздерге білесіздер, 3-ші тапсырмамызда теодолиттік жүрістердің ведомостарын қолмен есептеу, яғни миға шабуыл жасау арқылы есептеу болған. Осы ведомосты соңына дейін аяқтап, падет тақтасына кері байланыспен үй тапсырмасын орындап жіберетін боласыздар. Сіздерге әдістемелік нұсқаулық берілген, соған сәйкес жұмыс атқарыңыздар. Осымен құрметті әріптестер, құрметті білім алушылар, ашық сабағымыз соңына жетті. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, атсалысқандарыңызға өте көп рахмет айтамын. Тақтадан нені көрсетіп жүрсең, падет тақтасынан қанша балл жинаған? Бір видеоға қойып жүрейік. 12 баламыздың тұтас шықты ма, несі бағалау? Обновление жасап жүр. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қанша бала шықты? 6. 2 баланың балы шығып тұр, яғни кейбір балалар өздері ауызша айтып өтті. Мысалы, Таңшолпан өзінің бағаны 90-ға айтты, және Ерасыл Нұрмұхамбет өзінің бағаны 95-ге атап өтті. Барлық 12 бала білім алушы бағаланды. Сабақтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет.